Каналыма қош келдіңіздер. Табыс әрі сәттілік. 2024 жыл қандай жыл және одан не күтуге болады? 2024 жылы кімдер үшін табысты болуы мүмкін? Астрологияның пайымдауы бойынша тышқан, тауық және мешін жылы туғандар үшін жыл табысты болады деп күтілуде. Сонымен бірге ұлу жылы туғандардың да айы оңынан туады. Олар өздерінің бойында серіктестік, адал болу, тез тіл табысу және жомарт болу сынды қасиеттерді шыңдайтын болады. Сиыр, ит және жылан жылы туғандар мансап, қаржы және жеке өмірде қиындықтарға тап болуы мүмкін. Айдаһар жылы өмірдің әр саласына қалай әсер етеді? Жасыл ағаш айдаһардың жылы адамдардың өмірінің барлық саласына әсер етеді. Ең ауқымды өзгерістер қандай болады? Төменде осы жайлы айтатын боламыз. Жеке өмір және махаббат. Айдаһар жылы ерлер энергиясының басқарумен өтеді. Бұл энергияның ерекшелігі оның бәрін бағындыра алуында. Оны тек жылдың түсімен стихиясына жұмсарта алады. Сол арқылы жеке өміріндегі орын алатын келеңсіздіктер өз шешімін табатын болады. Бұл жылы бас қосқан жұптардың өмірінде сыйластық пен романтика салтанат құрады. Өткеннің қиындықтарын ұмытқысы келетіндер оның бәрін жасай алады. Осылайша адамдар өз өмірін өзгертіп, сезімнің үйлесімінде өмір сүретін болады. Айдаһардың бойындағы намысқойлық және жаңа қарым-қатынастар құру кезеңде кедергі келтіруі мүмкін. Бойындағы ренішін кешіре алмай, бір орында тұрып қалатын адамдар өз өмірінен сүйікті жандарын қуып тынатын болады. Сол себепті компромиске жол ашып, шыдамдылық таныту керек. Барлық жағдайда сабырлы болған жөн. Жасыл ағаш айдаһардың жылы туу көрсеткіші жоғары болады. Бұдан жылдың от тәрізді мінез себеп болмақ. Келер жылы дүниеге келетін сәбилер тұрақты түрде тамақтануды ерекше қолдау мен көңілді талап ететін болады. Егер аталған талаптар орындалса, мұндай балалардан кейін табысты жандар шығатыны анық. Мансап пен қаржылық жағдай. Айдаһардың күшті энергиясы позитивті, сол себепті оның басқаруындағы жылда табысты әрі сәтті болады деп күтілуде. 2024 жылы бизнес иелері өздерінің қағаздағы жобаларын шынайы өмірде жүзеге асыратын болады. Жұмыс пен қаржылық жағдайды жақсартып үлгеру үшін келесі кеңестерге құлақ түріңіз. Шешілмеген қаржылық мәселелерді күзге қалдырмаңыз, себебі олар жылдың соңына дейін қалуы мүмкін. Бюджетті жақсылап жоспарлаңыз. Көп үміт күттірмейтін адамдарға сенім артпаңыз, себебі олар сіздің көңіліңізден шықпауы мүмкін. Өз ісінің кәсіби шеберлеріне сенім артыңыз. 2024 жылы несие алып қажет емес. Жомарттық. Адамдарға деген мейірімділікті таныта отырып, сондай-ақ жағымсыз қылықтар мен екіжүзділіктен бас тарта отырып, адамдар айдаһар жылы барлық алдыға қойған мақсаттарына жете алады. Бәрінен бұрын көшбасшылар мен ораторлар үшін жыл табысты болады деп күтіліп отыр. Денсаулық жағдайы. Көптеген адамдар жылды көтеріңкі көңіл күймен қарсы алады. Адамдар мұндай күйде қазан-қараша айларына дейін жүруі ықтимал. Бұл кезеңді алдын ала жоспарлап, қалтаңыз көтерсе жылы жаққа демалысқа барғаныңыз дұрыс. Жыл бойы жақсы көңіл күйде жүру үшін қарапайым, сіңімді әрі нәрлі тамақтарға мән берген абзал. Әсіресе дәнді дақылдардан жасалатын ботқа, балғын көк шөптер мен алманы көп жеген дұрыс. Олар 2024 жылы салмақ түсетін жүрек бұлшықетін қатайтуға көмектеседі. Энергияңыз таусылмас үшін күннің ішінде үзілістер жасап тұрған жөн. Мұндай демалыстарды үнемі жасап тұруға тырысыңыз. Ұйқыңыз тыныш болып, спортпен шұғылдануға да ден қойыңыз. Дәстүрлі емес практиканы ұстанушылар үшін тыныс алу техникасы, йога және медитация көмектесуі мүмкін. Жоспар құрып, өмірін өзгерткісі келетін адамдар 2024 жылы жұмысында, қаржылық жағдайы мен жеке өмірінде айтарлықтай жақсы өзгерістерге қол жеткізеді. Денсаулықты күту оңай болады. Айдаһар жылында айтарлықтай жағымсыз жаңалықтар орын алмайды. Көптеген адамдар үшін ол керісінше өсу мен дамудың, қарым-қатынастың күшейіп, әлеуметтік
мәртебесі артатын жыл болады. Сондықтан шығыс күнтізбесінің кеңестерінен құлақ түріп, алдағы 12 айды жеңіл әрі табысты өткізіңіз.